Ассалаумағалейкум баршаңызға. Есімім Сапарғали. Сіздермен мен бүгін қысы жазы жылдың 4 мезгілінде аянбай қызмет ететін, жұмыс жасайтын жұмысшылар жайлы сөйлесетін боламын. Ол бізде калифорниялық шұбалшаңдар. Біздің жалпы орналасқан жеріміз Түркістан облысы, Сарыағаш қаласындамыз. Бұл жерде енді не туралы айтамыз, я? 1 жыл бұрын бастағанмын бұл бизнесті. 1 жылдың ішінде енді қандай пайда түсті бұдан, я? Сол туралы айтатын боламыз. Алдымен мен 1 жыл бұрын мына жерге мен үйдегі жылқылардың көңдерін, оның барлығын біз мусорға шығарып жатқанбыз негізі. Аптасына 1 рет келеді мусормен. Алып кетеді, 2-3 қаптан салып шығарып жүргенбіз. Кейіннен осы калифорниялық қызыл құрттарды алып келіп, осы жерге бастадым. Алдымен 1000 салдым. 1000 аздық қылады екен. Содан кейін қайтадан 10.000 салдым. Сонда жалпы 11.000 шылаушаңнан бастадым десем болады. Сол жерде 1 жылдың ішінде енді негізгі қорыққан нәрсем, мен ашық жерде жасағандықтан ол қыстың күні қалай болатынын білмедім. Қыстың күні қалай тұр, дәл солай жатты. Яғни дәл осы күйінде жатты. Мына талдардан түскен жапырақтарды үстіне жауып қойдық, болды. Сәл кішкене қалыңдаттық. Наурыз айында қар еріп, көктем шыға бастағанда шылаушандардың жүргенін көрдім. Яғни тірі екенін байқадым. Оның үстіне көбейгені де білініп тұрды. Одан кейін осы сәуір айында сатылымға шығаруды бастадым. Алдымен OLX-ке хабарландыру бердім. Бір шамамен 14-13 күннің ішінде мен ол хабарландыруды OLX-тан алып тастадым. Өйткені алушылар өте көп, үлгере алмадық. Теру жағынан кішкене қиындық болды. Қанша саттым, жаңағы 11.000-нан. 11.000 мен бастағанмын 1 жылдың ішінде, яғни нақты 1 жылдың ішінде 100.000-нан аса шылаушан сатылды. Мен өзім жалпы 3 теңгеден сатып алған болатынмын, 10.000-нан көп болғандықтан. Ал енді өзім сатқаным кемі сол қазіргі баға 5 теңгемен басталады ғой енді. Оптың бағасы. Сонымен есептеген өзінде 100.000, ол 500.000 болды. Сонда қараймыз, 30.000 салып 500.000 теңге пайда түсті мына жерден деп айтсақ болады. Енді одан басқа, ол жерде ол неден түсті? Тек шылаушанның өзінен ғана түсті бізге, шылаушанның өзінен. Мына жерден қазір көрсек болады. Мына жер уже дайын биогумус десек те болады. Соның шылаушандарын көшіреміз басқа жаққа. Осылай ящиктерге жаңадан көң саламыз. Содан кейін оны көруге болады қаншалықты көп шығатынын. Мінекей, нақты көрінді деген көрініп тұр деп ойлаймын. Міне, өте көп. Осыларды 2 аптада бір ауыстырып отырамыз басқа жаққа. Одан пайда болған не нәрсе пайда болды? Тағы да бізде мынадай биогумус пайда болды. Бұл табиғи таза тыңайтқыш. Мінекей. Табиғи таза тыңайтқыш. Бұны біз литрі кемінде 50 теңгеден сатамыз. Ең аз дегенде. Ситадан өткізсек, осындай биогумус пайда болады бізде. Міне көріп тұрғанымыздай. Мына жер осы көктемде тасталынды. Астыңғы жағы дайын, бірақ үстіңгі жағы әлі дайын емес болғанда. Осы жерге қалдырып жатмыз. Міне жаңадан свежий көң алып келдік. Аттың, жылқының, сиырдың көңі аралас. Осы жерге жақсылап жуып алып, үстіне жұқалатып тастай берем. Мінекей, мынау бізде осы жаңадан түскен көң. Соның ішіндегі шылаушандар көруге болады. Міне. Так. Міне жақындатып көрсетейін. Міне шылаушандардың жүргенін көруге болады. Осы жаңадан көңде. Неге жаңа көң салу керек?
Өйткені тамақ азығы аз қалса шылаушандардың, онда оларда көбею процесі баяулайды, жұмыртқаламай қояды. Және міндетті түрде ылғалдылық өте жақсы болу керек. Дәл қазіргі уақытта бізде шілде айына кіріп келе жатырмыз. Сондықтан Түркістан облысындағы температураны жақсы білетін шығарсыздар. Шамамен 35-37 градусқа дейін көтеріліп жатыр. Ал мынау ашық жерде жатқандықтан ылғалдылық сақтау өте қиын. Сондықтан күнделікті суғарып тұруға тура келеді. Осылай үстіне су шашып тұрамыз. Егер осындай бизнеспен айналысқыларыңыз келсе, төмендегі сілтеме, яғни WhatsApp сілтемесіне өтіп, бүкіл хабарламаларды, бүкіл мәліметтерді білулеріңізге болады. Кез келген қалаға жеткізуге мүмкіндік бар. Өте тиімді бағада. Сондықтан хабарласыңыздар. Және төмендегі номерге хабарлассаңыздар да болады. Міне бізде мынадай бір ванна бар. Осы ваннаға көбінесе көңдерді жақсылап жуып үстіне шашамын. Және осы суды да мен істеймін. Мынаның үстіне шашуға ыңғайлы. Толтырып алғаннан кейін осылай ваннадан суды алып, шелекпен шашсам тезірек бітеді. Міне уақытты үнемдей аламын осылайша. Бірақ күннің ыстықтығы бәрібірде жиі шашуға тура келеді, қатты ыстық. Келесі видеомызда біз мына биогумус жайлы айтатын боламыз. Бұл жерден біз екі түрлі өнім аламыз. Біреуі құрғақ биогумус, мына көріп тұрғанымызда, екіншісі жидкий биогумус дейді, сұйық биогумус, немесе вермичай деп аталады. Сол нәрсені аламыз. Мына нәрсені құрғақтай түріне қарайтын болсаңыздар, тазай кішкене шөптері араласқан. Бұны біз қалай товарный вид жасаймыз бұдан? Және сұйық биогумусты қалай алуға болады? Сол туралы айтатын боламын. Және қызық жағдай, мына жерде осы пайда болған биогумустың үстінен неше түрлі өсімдіктердің дәндері түскен. Солардан барлығы өніп шықты десек болады. Мысалы, жаңғақ, жоғарыда тұрған жаңғақтар, оның барлығы осы жерден бір 10-15 шақты жаңғақ өніп шықты, тал болып, кішігірім. Қазір оны басқа жаққа ауыстырдық. Және финики құрмасы, ол да өніп шығады, өзінен өзі өніп шығып жатыр. Және мына жерде өсіп жатқан не екенін білмейміз. Асқабақ әлде асқабақ деп ойлап отырмыз. Өте жақсы өсіп келе жатыр. Бұдан нені байқауға болады? Мынау органикалық тыңайтқыштың өсімдіктер үшін пайдасы өте зор екенін байқауға болады. Ал енді тағы да естеріңізге сала кетейін. Мына пайда болған шылаушандардан біз айттық, шамамен 100 мыңдай сатылды дедік. Одан бөлек дәл қазіргі уақытта әлі де сатылымда бар. Ол дегеніміз, яғни бастапқы салған ақшаны өте жоғары еселікпен қайтарып алу мүмкіндігі бар деген сөз. Яғни дәл қазірдің өзінде мен 30 мың салып 500 мың алған есебі болып тұрсам, алдағы уақытта әлі бұны сатуға болады. Өйткені бұл жерде бізде шылаушандар өте көп. Шылаушандардың көбею жылдамдығы өте тез. Олар жылына бір еуі 1300-ге дейін көбейеді деп айтылады. Расымен де соған келеді мына жердегі көбейген шылаушандардың саны. Бұл жерде аталық аналық деген болмайды. Екеуі дейін жұптасуынан әрқайсынан бөлек жұмыртқа пайда болады. Ол жұмыртқаның әрқайсынан бізде не пайда болады? Шылаушандар пайда болады. Олардың саны бір жұмыртқадан кемінде 2, максимум 20-дан аса жұмыртқа пайда болады. Ол өте көп. Және бұлар апта сайын жұмыртқалап отырады. Ал жұмыртқадан шығу мерзімі 14-21 күннің ішінде шылаушандар шығады. Және олардың үлкею мерзімі де өте аз уақытта үлкейеді. Яғни 3 айдың ішінде тез жетіледі.
3 айдың ішінде олар да тағы жұмыртқалай бастайды. Сондықтан бұларды есептеу өте қиын, жылдам, тез көбейеді. Ең бастысы ылғалдылықты өте жақсы сақтау керек. Және оның қышқылдылығына қарауымыз керек. Мына свежий көңге біз шылаушанды тастайтын болсақ, ол бірден оған не істемейді, қалыптаса алмайды ол ортаға. Өйткені ол жерде қышқылдар өте көп. Қышқылдылықты түсіруіміз керек. Кішкене біраз жууымыз керек. Жуған кезде сары, ішіндегі малдың сиген сідігі барлығы жуылады. Одан кейін кішкене болсын шылаушандарға ыңғайлы орта пайда болады осы неде. Свежий болатын болса, ол жаңадан түскен көң болатын болса, ол қызып кетеді. Ол деген шылаушандардың өліп кетуіне алып келу әбден мүмкін. Яғни оларға қиындық туғызады. Ыстықта өмір сүре алмайды олар. Ыстық болған жағдайда, қатты ыстық болса өліп кетеді, 40 градустан жоғары болатын болса, немесе одан төмен ыстық болатын болса, ол жерде не істейді? Көбею процесі тоқтайды. Сонымен қызықтырған болса, осы бизнеспен айналысам дейтін болсаңыздар, әсіресе ауылды аймақта тұратын ағайындардың істейтін шаруасы деп ойлаймын. Егіншілікпен айналысатындар, үйінде малы бар болса да, мысал ретінде бұл жай ғана мусор еді ғой біз үшін. Өйткені күнделікті далаға шығарып отырамыз біз, апта сайын бір рет. Оның барлығын мусорға тегін беріп жібереміз. Тегін емес, жалпы мусорға да ақша төлейміз. Ақша беріп шығарып тастайтын нәрсені біз енді қарап тұрсақ ақша жасап отырмыз, өзімізге пайда. Сондықтан ауылдағы азаматтар осы нәрсемен айналыссаңыздар болады. Ең бастысы не керек бізге? Еңбек ету керек. Және сулы жер, және малдың көңі болса жеткілікті. Шірігені жапырақ, шөп, мал асырағаннан кейін міндетті түрде ол жерде шөптің қалдықтары қалады. Көріп тұрғаныңыздай мынау арбуз, дыня дейді, осының барлығын тастай беруге болады. Пияздың қалдығы, картоптың қалдығы, қызанақтың қалдығы, яғни органикалық заттардың шірінділерін осы жерге тастай берсеңіздер болады. Оның барлығы мына шұбалшаң үшін азық болып табылады. Осы видеоға қызыққан болсаңыздар, сіздерге керекті мәліметтер берілген болса, онда төмендегі подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны белгілеп қойыңыздар. Өйткені жаңа видеолар келгенде сіздерге хабарлама келіп тұрады. Бірінші болып көру үшін.